Бәріңе сәлем достар. Бүгін сіздер 2015 жылы шыққан «Бесстрашная» фильмінің қысқаша шолуын көресіздер. Бір үйде үш бірдей мүгедек бар. Сағыз анамыз ол кісілерге қарайды. Өте қиын. Dostlarım pәленшен той қызын ұзатып жатыр, баласын үйлендіріп жатыр дейді, ондай жерге барамаймын да. Үйде естіп жатырмын. Ондай жерден жіпті көрсем, осы асыл бұлыстан деген қайсы жіптаңынан да отқа таста жіберем аламды қойшы. Қызымнан оғал қойшы, әкесен келмесін, әкесінің тілі бар ғой. Қызымнан оғал шығар дейміз. Кейде мына балама да ұрса, сәл өзің ептесей сен жүресің ғой, сөйлесің ғой деймін. Психологический жағынан бар да балам енді ол. Денім сау болған кезде бұндай тірлік болмайсын деді. Қолдан келгенше көмек береш ағайындар. Енді өздерін көріп тұрсыңдар, қиын отбасы екен. Сіздерге тенеміз, барынша қолдау сіздерге. Роуз Миллер еңбекқор және талантты сәнгер. Ол ұстамды және Гюнтер есімді бастықтың құрметіне ие болуға тырысады. Әріптестері оны күлкіге алған кезде ол өзін жаман сезінеді. Роуз осы келеңсіз жағдайларға қарамастан сән индустриясында жұмыс істеу туралы арманын жалғастыруда. Бір күні фирмада фотограф болып жұмыс істейтін Бред есімді әдемі жігіт Роузды корпоративтік кешке шақырады. Онда ол ұялшақ қызды сүйіп, оған ішімдік ішкізеді. Бірақ біраз уақыттан кейін Роуз екі қыздың әңгімесін естіп, Бред оны шын жүректен кездесуге шақырмағанын біледі. Оны оның туған әпкесі Челси істеген. Ол жігіттен Роузды кешке сүйреп апаруды өтінді. Челси Роузден кешірім сұрауға тырысады, өйткені оның ниеті шын мәнінде жақсы болды, және ол әпкесін ренжіткісі келмеді. Бірақ Роуз тыңдаудан бас тартып кешті тастап кетіп қалады. Ол мопедке отырып, бірнеше секундтан кейін оның өмірін толығымен жойып жіберетін қорқынышты апатқа ұшырайды. Арада бір апта өткен соң Роуз есін жияды. Ол абдырап көзбен аузын ашуға тырысады, бірақ оның бетін медициналық таңғышы қоршап таңылған. Бірнеше күннен бері палатада кезекшілікте тұрған Челси дәрігерді көмекке шақырады. Ол қызға жай сүйегінің зақымдануы ауыр екенін түсіндіреді. Сондай-ақ қазір оның бетінде тыртықтар бар. Өйткені апаттан кейін оны бөлшектеп жинап алған. Роуз айна сұрайды және бетін көргенде шошып кетеді. Ол көптен бері ойлап жүрген арманның біткенін түсінеді. Енді онымен ешкім жұмыс істегісі келмейтіні анық. Роуз ауруханадан шығып, Челсимен бірге тұрады. Ол өзін белгілі бір дәрежеде кінәлі сезінеді. Қыз қазіргі жағдайға бейімделуге тырысады. Оған тіпті тамақ ішуде қиынға соқты. Ауруханадан шыққаннан кейін бір күні Роуз Бероза институтынан соңғы технологиямен ауыр медициналық жағдайларды емдейтін ауруханаға баруға шақыратын электронды хат алады. Келесі күні Роуз Челсимен бірге осы ауруханаға барды. Тексеруден кейін дәрігер Роуздың эксперименттік процедуралардың біріне, атап айтқанда дін жасушалар мен манипуляцияға тамаша үміткер болатынын хабарлайды. Роуз мұның қауіпті болуы мүмкін екенін түсінеді, бірақ оған жоғалтатын ештеңе жоқ екеніне сенімді болып, ол көп ойланбастан эксперимент болуға келіседі. Көп ұзамай процедура басталды. Оны доктор Уильям мұқият қадағалайды. Операция сәтті өтті. Бір ғажабы Роуздың келбеті толық қалпына келіп, бұрынғысынан да сұлу болып кетті. Кенет Роуздың көңіл күйі күрт өзгереді. Ол бассейнге барып, ол жерде Доминик есімді жалғыз адамды кездестіреді. Қыз оған жақындап оны құмарлана сүйеді. Содан кейін ол ернін тістеп қорқып қашып кетеді. Роуз төсекте оянып, бұл жай ғана түс деп ойлады. Оның үстінен дәрігер оның сөзін растап, бұл наркоздың жарнама әсерлері екенін айтты. Уильям қызды үйіне жіберіп, өмірден ләззат алуын сұрайды. Ол сондай-ақ оған сұйық затпен бірге дәрі береді. Оны қалдырмай ішу керек. Уильям бұл күш беретін және тезірек қалпына келтіруге көмектесетін жаңа коктейль екенін айтады. Бірақ та Роуз өзін керемет сезінеді. Кейін тіпті Челсидің де нәтижеге тәнті болғаны сонша, әпкесін алғаш рет көргенде танымай қалды. Процедурадан кейін Роуз қайтадан сәнгер болып жұмыс істей бастайды. Ол әдемі көйлек жасағанына қуанады. Бірақ кенеттен пәтердің табалдырығына қоңырау шалынып, көңілі ауып кетеді. Бұл Роуздың өзгергенін көргенде тілін жұтып қойған Бред болып шықты. Ер адам одан кешірім сұрап, тағы да қызды кездесуге шақыруға тырысады. Бірақ бұл жолы қыз ұсыныстан бас тартады. Кешке Роуз жаңа көйлекпен кешке барады. Оны бұрынғы бастығы бірден байқайды және еш ойланбастан жұмысқа қайта оралуды ұсынады. Бақытты Роуз өмірден ләззат алады. Ол мас күйінде бейтаныс жігітті ұстап алып, онымен бірге үйіне кетеді. Құмарлықтың тұсында қыз қатыгез болып жігіттің мойнынан тістеп алады. Бірақ содан кейін Роуз төсекте оянып, бұл галлюцинация ма, әлде шынайы өмір болды ма деп сенімді емес екенін түсінеді.
Осы уақытта бассейндегі жігіт Доминик бірте-бірте агрессивті бола бастайды. Фильмді түсіру кезінде ол күтпеген жерден Тейлор есімді әріптесіне шабуыл жасап, оны мойнынан тістеп алады. Осы уақыт ішінде Роуздың іші қатты ауырып, бірнеше минутқа есіне танып қалады. Содан кейін ол қатты аштықты сезініп, қанға толы шеке еті жей бастайды. Түнде Роуз үйден шығып, қаланы аралап жүріп, қызды қорлап жатқан адамды байқайды. Роуз шөлін қандырғысы келіп, ол ер адамнан оның үйіне апаруын сұрайды. Бірақ олар көлікке мінгенде ол оның мойнынан тістеп алады. Таңертең Роуз төсекте қайта оянып, қолындағы қанды байқайды. Бұл түс емес, нақты шындық деген қорытындыға келеді. Қыз ауруханаға барады. Ол жерде қайтадан доктор Уильяммен кездеседі. Ол болған оқиға туралы, сондай-ақ қанға деген құмарлығы туралы айтады. Бірақ дәрігер қызды бәрі дұрыс деп сендіреді. Оның айтуынша, оның миы қатты күйзеліске ұшыраған және болып жатқанның бәрі тек елестер мен галлюцинациялар. Осы уақытта ауруханада Доминик тістеп алған жігіт Тейлор медбикеге шабуылдайды. Бейтараптандыруға дейін абыржыған жігіт бірнеше адамды тістеп үлгереді. Біраз уақыттан кейін науқастардың сандары арта түсті. Дәрігерлер дабыл қағып, құтырудың ауыр симптомдары туралы айта бастайды. Оның үстіне жағдай сағат сайын қиындап, бақылаудан шыға бастайды. Роуз жұмысқа барып, Гюнтерге салған суреттерін көрсетеді. Ол орындалған жұмысқа тәнті болып, оны сән көрсетіліміне қатысуға шақырады. Бред Роузға тағы да жақындап, оны кездесуге шақырады. Қыз бұл жолы келіседі, бірақ романтикалық сәтте Роуз қайтадан қанды құмарлықты сезінеді. Ол дәретханаға барады және оның аузынан қашуға тырысып жатқан ерекше тіршілік иесін көреді. Ол мекемеден шықпақ болды. Кенеттен құтырған бейтаныс адам кафеге шабуыл жасайды. Бред қызды қорғамақ болып, қатыгез адамды өлтіргенше ұрып соғады. Кешке қарай Роуз тағы да шөлдеді. Біраз уақыттан кейін ол құбыршыққа айналады да және оған көмектесуге тырысқан адамды өлтіреді. Бірақ таңертең ол ештеңе болмағандай төсекте оянды. Роуз дәрігерге қоңырау шалуға тырысады. Сол кезде олардың ауруханада берген жаңа коктейлінің қан екенін байқады. Роуз жұмысқа шығып, бастығына көйлегін көрсетеді. Ол толқып Челси мен Роуз сән көрсетілімін сыртқы келбетімен жабатынын айтады. Қыздар ессіз бақытты болады, өйткені олар өмір бойы осыны армандаған. Құтырма ауруы күшейіп, үкімет шара қолдануда. Олар адамдардан үйде болуды, агрессивті мінез құлық көрсететін жануарлардан аулақ болуды және ауру белгілері пайда болса дереу көмек сұрауды талап етеді. Карантинге қарамастан Гюнтер сән көрсетілімін өткізуді шешеді. Челси келгеннен кейін белгісіз әйел оның қолын тістеп алғанын, содан кейін оны полиция атып өлтіргенін айтты. Осы кезде Роуздың тағы да іші қатты ауырды. Белгісіз жыланға ұқсас бір тіршілік иесі оның денесінен шығып бейтаныс адамды өлтіреді. Сол кезде Бред пайда болып, не болып жатқанына таң қалмай, қызды құшағына алып, ғимаратқа алып кетеді. Біраз уақыттан кейін Роуз оянады. Бред олардың ауруханаға бару керектігін айтты. Ол бас тартты, өйткені қазір оның өміріндегі өте маңызды сәт, және ол қыз сән көрсетілімін көруге барады. Челси шығып, Гюнтерге шабуыл жасағанға дейін көрермендер қол соғып қошемет көрсетеді. Бірнеше уақыттан кейін полициялар пайда болып, күйзеліске түскен қызды өлтіреді. Бред таң қалған Роузды ауруханаға апарады. Оларды Уильям қарсы алады. Бойжеткен оқиғаға өзін кінәлайды. Ол бәріне кінәлі екенін түсінеді. Сұлулыққа ұмтылу жолында ол әпкесінен айырылды. Уильям оған көптеген адамдардың өмірін сақтай алатынын және барлық жауаптар қызыл бөлмеде екенін айтты. Бірақ жұп бөлмеге кіргенде дәрігер оларды сырттан жауып тастайды. Содан кейін Уильям қызға Бредтің барлығын білгенін және қызды бақылау үшін алынғанын айтты. Роуз ашуланып өзін тағы да сатқындыққа ұшырағанын сезінді. Бірақ Бред оның барлық әрекеттері қорғау және қамқорлық әрекеті екенін түсіндіруге тырысады. Содан кейін Уильям Бредке қан құйып, Роуздың ішіндегі паразиті ояна бастайды. Бөлмеде қатерлі ісікке шалдыққан Уильямның әйелі де бар. Ол ауруханадағы сынақтарға қатысқан алғашқы адам болды. Ауру мен процедуралар әйелді нағыз құбыжыққа айландырды. Роуз өзінің ішіндегі паразиттерді ұстай алмады. Сондықтан Бред көз жұмады. Содан ашуланған қыз өлген жігіттің пышағын ұстап алып, Уильямның әйелін өлтіреді. Бір-екі сәттен кейін Роуз өзінің тәжірибелі экспериментке айналатынын түсініп, өзін өлтіреді. Бұл сонымен бірге бүкіл адамзат үшін қауіпті. Біраз уақыттан кейін Уильям кешкі ас әзірлеп, үкімет аурудың таралуын тоқтата алды деген жаңалықтарды тыңдайды. Дәрігер патносты алып, Роуз оянған бөлмеге апарады. Қыз ең үлкен сырды ашады. Бұл шексіз өмір. Фильмнің соңы. Сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше.